Сәлеметсіз ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Әңгіме, жазғы демалыс. Салқын самалды сарыарқаның бел омыртқасы десе де, Теміртаудың шілдесі миыңды шыжғырып жібере жаздайды. Күн бір салып, бір темір шоқылар кекісіп, жұрттың бәрі қала түбіндегі Самарқанд көліне көшіп қонғандай болды. Самарқанд көлі жаныға сая деген менің қолынан келгендер әрине Қара теңізге, тіпті болмаса ыстық көлге қарай жосылады. Қара теңіздің жанатты жағалауында жоламанға да тиген. Темірболат комбинаты тарландарының бірі еңбек ері деген құрметті атағы бар. Жоламан айрықша тізімнің ұдайы орын алып, басшылардың жылы жұмсағын алдымен осы жоламандардың аузына тосадақ. Бірақ биыл Жоламан Қара теңіздің жанатты жағалауына барғысы келмеді. Туған ауылы күн ойынан түнде түсінен кетпей тартты да тұрды. Бұл елге бармағалы қашан, әйелмен ақылдаспаса тағы болмайды. Содан Айнұр қайтты. Ауылға біз бармағалы да 10 жыл болыпты. Биыл демалысты сонда өткізе қайтеді. Айнұрдың әдемі ақсары жүзі сұрланып, жайшылықта күлімдеп тұратын мойыл көздері ақшиыңқырап кетті. Тағы бастадың ба гөй-гөйіңді? Бір Құдай жетектеп, бір Құдай айдаса да бармаспын сенің ауылыңа. Жетер, бір рет барамын деп рахатқа мелдектеп тойғанмын. Әлі күнге дейін кекірігі кетпейді сол тоқтықтың. Әлгі Аязбай қортықтың көрсеткен қорлығы есіме түссе, иманым қаза болады. Он есей жыл бойы осы жалғыз демалысқа жетемін деп мойнымызды соза үзіліп кете жаздайды. Енді жеттік дегенде бұл бүйректен сирақ шығарады. Ялтаға биыл өлгенімді сүйретсем де бармаймын. Ауыл деп ең қышмасын. Содан ас үйдегі аяқ табақтың сатыр-сұтыр, салтыр-күлдір көпке дейін тыйылмайды. Қасық пен пышақ, тарелка мен ожау, кесе мен шайнек ғажаптан жан бітіп, бір-бірімен шақ-шұқ болды да жатты. Әйелі Аязбайдың атын атаған есіне түсіп, Жоламан мырс етті. Ауылдағы жақын ағайын туысты былай қойып, сол жұқсыз Аязбайдың өзін де сағынғанын сезініп жүрегі сыздады. Ауылға Айнұрдың сол жолы баруы тұңғыш рет еді. Ақырғы бару болып тынды. Аязбай Жоламанмен құрдас қой. Алғаш көріскенде әбден қызу екен. Құрдастығын істеп, дегеннен ақ Айнұрды бас салып құшақтап, қолын сымандатқанда қаланың тікбақай қызы Айнұр келіншек нағыз тағылардың табанына тап болғанда шошып кеткен. Өй, соны да көңіліне аласың ба? Құрдас болған соң ойнағаны ғой деп күлген Жоламан. Айнұр одан бетер шатқаяқтап, ужас, сен де сол жынды жақтап тұрсың ба? Ой, ужас, что за дикость деп келген күннің ертеңінде кетек деп асы кетектің астында алған. Енді міне талай заман өтсе де сол бір сапарды Айнұр аза бойы қаза болып шоқ басқанда шұршып түсіп еске алады. Тағы да сол Аязбайдың қортықтың өзінді де қорлағанын қалай ғана ұмыттың деп шапшыды. Осымен қарсасқанның екі жауырынын да жерге тигізген палондай масаттанып, сөзді қой, байекесі бар. Басқа біреу қағып кетпей тұрғанда аузыңа түскен ақ майдан құр қалмай, бардағы жоламаны ал, мен чемодандарды реттейін деген. Жоламан да айтқанын қайтпады. Жолдаманы әкелді. Тек оны Айнұр мен бойжеткен қызы Гүлмираның атына жаздырды да, өзі Ақбора боранды қайдасың деп туған ауылына тартып отырды. Ауылға келгенде ат басын тірейтін жері туған інісі Еламанның үйі. Бабадан балаға атамекен болып келатқан Құттыңгек қарашаңырақ осы ауыл тұрмақ бүкіл аудан. Бұл шаңырақты Еламанның үйі демейді, жарықтық Жанғазының үйі дейді. Ал Теміртаудағы Жоламанның 4 бөлмелі пәтерін жарықтық Жанғазының үйі деп айту ешкімнің ойына келмес еді. Жанғазы Жоламан мен Еламанның кешегі ұлы соғыстан қайтпай қалған әкесі ғой. Жанғазы майданға аттанғанда Жоламан 2 жаста, ал Еламан іште қалған бала еді. 10 жылдықты бітіре салысымен 58 жылы жазда Жоламан комсомолдық жолдамамен Теміртауға аттанды да Қарашаңыраққа Еламан не болып қалып еді. Еламан екі танауы делде қуанып, елпектеп жүріп, өрістен бір құнан қара қойды алдырып та үлгерді. Енді мейман ағасымен ақылдасып, кешке өзімен бірге дастархан басын отыратын адамдарды атады. Қолы тиіп келсе колхоздың председателін, ауыл советтің әйел бастығын, мектептің директорын, бөлімше бригадирін, магазинші Рақұлды тағы да сорпа бетіне шығарып бірер азаматтарды шақырмақшы. Маған бәрібір өзің біл деді Жоламан. Қалаған адамыңды шақыра бер. Ау, айтпақшы Аязбай қайда, көрінбейді ғой, магазинші сол емес пе еді? Інісі тыржың ете қалды. Қойшы соны, магазиннен кеткелі қашан?
кісілердің мазасын алып дастарханның берекесін кетіреді. Өткен жолы келгендерінде істеген қылығын ұмыттың қалдың ба деді. Еламан Теміртаудағы Айнұр жеңгесімен батуаласып қойғандай сөздері бір жерден шыққанда Жоламан таң қалды да өткен жолғы оқиғаны есіне түсірді. Сол жолы Аязбай ауыл байшыламен деп әуелі Айнұрды бұртитып алды. Құрдастың әйелімен қалжыңдаса беретін қуадетіне басып, тіпті құлаққа түрпі бір сорақы сөздерді соғып қалып еді. Мұндай сұмдықты бұрын көріп білмеген Айнұр талып түсі жаздады. Ол онымен тынды-ау дегенде шай үстінде тағы да сілтіңкіреген Аязекең енді Жоламанның өзіне тиісті. Жоламанның омырауындағы алтын жұлдызды саусағымен шұқып, мынауың таза алтын ба, әлде құр жылтырап қойған бояма деп килікті. Өкіметтің бергені ғой, мен тексерген жоқпын деп күле жауап беріп құтылмақшы болған Жоламан Аязбай аялдамады. Сен алтын жұлдыз тақтым деп танауыңды көтере бердің бе? Теміртауда ақшаны күреп тауып жүрмін деп шіренбе? Білдің бе, қатының анау асау байталдай жанына кісі жолатпайды. Сен отырсың, мынау құрдасымен жүдіп сөйлескің де келмейді. Біз де сорлы емеспіз, сен сияқты герой болмасақ та, алтын бізде де бар, Құдайға шүкір. Міне. Аязбай ұрты салбыраңқан ауыз жайындай ашып кеп қалып еді. Ту көмейіне дейін алтынмен қаптап тастаған екен. Адамның аузы емес, орекестердегі жез керейдің оңысындай жалшыт етіп үңірейеді. Байғұс-ау, өзің тісің әдемес пе еді? Мынауың не сұмдық? Айдың күннің аманында құрғылақ тиді ме, не болды? Деп Жоламан шынымен шошыды. Мұны кекетіге санаған Аязбай, Теміртауда жеміс жоқ дейді ғой, құрғылақ болсаң өзің бол, деп көздері шынады. Менің қатынымның да тістері түп-түгел алтын. Ал не қыласың? Мына сенің шыбық тимес шыңкеттер нақсүйерің құлағына тарыдай шыны тағып алыпты. Менің қатынымның 3 алтын сырғасы бар. Ал не қыласың? Так что бізбен манаурап сөйлескенімді қой, білдің бе? Басқа еспер ағайын сол жол Аязбайдың әкесі деп жатып үйіне әрең алып кетіп еді. Содан қайтып Жоламан оны көрген емес. Өткендегі иттігіне қарамай көргісі келді. Қанша дегенмен ау соғыс жылдарындағы кейін қыстау кездердегі мектепте бірге барып, бір үзім нанды бөліп жеп, ауданның интернаттарында бірге жатып, демалыс күндер ауылға бірге қайтатын қимас досы, бір жыл туған құрдас еді. Қимады. Інісі Еламанға лаж болса шақыра сал деді. Әй келін, сатағың болайын, қораларыңда бөтен қозы кірген жоқ па деп бір кемпір таяғын кетен жоғары қарай өтті. Ұяға қонар шақтың әлегімен зипа терек басында құс баласы азан-қазан шулады. Ақыры мал жайғасып, ымыр түйірле ел ас су отырар кезде Аязбай шақырбай өзі-ақ келді. Кең қол пішілген мейман бөлменің төріне бағана Еламан атаған егі жақсылар отырған. Осы әдетінше қоңыраусыз кіріп келген Аязбай отыра кететін бос орындықта жоқ еді. Амалсыз босағада тұрып қалды. Қатты өзгерген екен. Әуелі Жоламан танымады. Тек баяғы бала кезінен ыржиып күлетін әдетінен ғана шамалады. Аязбайға бір бармақ болып, Жоламан төрдегі орнынан тұрып еске беттеп бара жатты. Сіресіп отырған басқалар да қозғалақтады. Еламан іштей жақтырмаса да, кел деп жан-жағына қарап бос орын іздеген болды. Жоламанның әдейілеп жанына келгенін спиртлеп қалған жұлын көзін босатып жіберген шығар. Аязбай күлкілдеп іскен көзін кіршеңдеу костюмнің жеңмен сүртті. Кешір деді, домбығы бүркілген тартқан топырақ түстес бетінің еті дір-дір етіп. Айналайын Жоламан, титтейдей бірге өскен бауырымсың ғой, кешір, мыналар мені түсінбейді. Ол да тұрған басындағыларды қолмен меңзеп жайпап өтті. Жоламан іштей тіксініп бойы түршіккендей болды. Аязбайдың аузы түпсіз терең опадай омырайып, тереңнен қарауытады. Бір тісі жоқ, баяғы аузы толы алтын қайда? Аязбай Жоламанның омырауындағы алтын жұлдызды абайлап ұстап көрген, жентегерін тигізді. Кешір өткен жол иттігімді. Нағыз алтын осы екен. Менікі баяғыда саудырап түсіп қалған. Сен енді қайтып келгенше мен сірә, сондықтан келесі жол Айнұрды ала кел. Қорықпас ней. Еламан қоян ауыңнан. Жоламан енді айналып келгенше мен кім бар кім жоқ.